Қазақтың алғашқы заңдар жинағы. Ұлы дала билеушілері Шыңғыс ханның жасақ заңымен өмір сүрген. Дешті Қыпшақ билеушілері 16 ғасырға дейін жасақ заңын пайдаланған. Бірақ уақыт өте келе бұл заңның талаптары мен күнделікті өмір салты арасында қайшылық көбейе бастайды. Ақ Орданың құлап қалған шаңырағын қайта көтерген Қазақ Ордасына төл заңдар жинағы керек болады. Бұл істі Әз Жәнібектің ұлы Қасым қолына алады. Қазақ тарихындағы ең беделді хандардың бірі, бәлкім бірегейі Қасым ел шекарасын кеңейтіп қана қоймай, ішкі саясатқа да баса назар аударған. Оның басшылығымен жасалған ата заң ұлы дала тарихында Шыңғыс хан заманынан кейінгі алғашқы заңдар жинағы еді. Ел Қасым ханның қасқа жолы деп атап кеткен заңдар жинағының қағаз бетіндегі мәтіні сақталмаған, алайда ауызша таралып халық жадында қалған бөлімдері бізге белгілі. Мүлік заңы, қылмыс заңы, әскери заң, елшілік жоралары және жұртшылық заңы. Қасқа жолдың қағидалары 17 ғасырға дейін жетіп, Есім хан тұсында жаңарып, Есім ханның ескі жолы деп аталады.